Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге балалардың және өзіміздің іш киімдерімізді қайда салатындарымды көрсетейін деп жатырмын. Мен осындай ақ комодқа саламын. Яғни 4 мынандай тартпалы. Көрсетсем, бірінші тартпада бізде іш киімдер тұрады. Іш киімдерді мынандай арнайы іш киім салатын қорапша дейді ғой, ящиктарға саламын, бетін жауып қоямын. Мінде тұр, еткені шаң бас кетеді. Мында мен өзімнің және де жолдасымның іш киімдері мен нәскилерін, балалардың нәскилері бір шетінде, және де мына жақта нәскилер көп, и мына жақта ар жаққа дейін іш киімдер орналасқан, жауып қоямыз. Егер шаң болмайды десеңіздер, ашық қоюға болады, жинап былай. Бүктеп ар жақ бетке қоя салсам болады. Алғанда ыңғайлы болады. Мынау да сондай іш киім салуға, не салуға ыңғайлы. Іш киім саламыз тоже бұнда. Ал мұнда артық заттар так, мынау тоже жаңағының сұр түсі. Бұған андай ұсақ тиек керек, сондай на скорую руку керек болған заттарды салып қоямыз. Құлаш, қитын, қайшы, бәрі оңай жерде алуға болады. Осы жерге сақтаймын. Бірінші тартпа осылай болады. Екінші тартпада мен қызымның және ұлымның киімдерін саламын. Яғни бұл балабақшаға баратын киімдері. Яғни балабақшаға барғанда киетін киімдері мына жерден көресің да, сразу мысалы қандай киім керек болды, сразу ала саласың. Ал егер үстісіне жинасаң, көрмейсің да, бүйтіп ашып жатасың, қарай алмай, қайсаң. Мында көресің, мысалы, мына үнжу мынаны киейін десе, мысалы, несі бар, мындай аққу бар, күрте футболка кимесе, осыны ала саласың, көресің да, сразу. Немесе мына мысалы шалбарларды оңай, алғанда оңай, и көп не кетеді, көп киім кетеді бүктеп салғанда. Екінші полка бұнда. Үшінші полка бізде балалардың қалың киімдері, яғни қалың, сондай аязды күндері, салқын күндері киілетін, бір жерде шыққанда киетін сондай киімдері салынған, спортивка, джинсы, сондайлар салынған. Бұнда да осылай ыңғайлы, алғанда да, салғанда да, көргенде де көп киім кетеді. Ал соңғысында бізде үйге киетін киімдері бұнда. Үйге, яғни шорты, футболка, үйге киетін киімдері. Өте ыңғайлы, осылай сіздерде жинақ қойыңыздар, алғанда да, салғанда да көп киім кетеді. Қалай балалардың киімдерін қалай сақтайтындығым туралы сіздерге көрсеттім. Мен неке осылай сақтаймын. Егер сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, менің арнама жазылыңыздар. Сау болыңыздар, қыздар.